Сәлем қыздар, бүгін манты жасаймыз. Ол үшін қамыр илеп аламыз. Алдымен су керек, жұмыртқа керек, тұз керек және ұн керек. Жылы суға илейміз. Қамырымызды жұмсақ қылып илеп аламыз. Өйткені жайған кезде оңай болады және мантымызда әдем болып, қамырымыз әдем болып піседі. Сол үшін жұмсақ қылып қамыр илеп алғанымыз дұрыс. Қамыр дайын болды. Енді бетін жауып қойып қоямыз. Ал енді фаршқа кірісеміз. Пиязды алып, майдалап тураймыз. Пиязды турап болған соң, картопты да 4-3 майдалап тураймыз. Барлығын турап болған соң, етімізді картоппен, пиязбен араластырып, тұз, бұрыш және кішкене сұйық май қосып жібереміз. Сол кезде дәмі әдемі болып шығады. Енді жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды жұқалап, әдемілеп жаямыз. Осылай барлығын 4 бұрышты қылып кесіп аламыз. Әдемілеп. Содан соң мантымызды түйеміз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Күнделікті осылай тағамдарды жасап, сіздермен бөлісетін боламын. Сол үшін мені қарап жүріңіздер. Барлығын түйіп болған соң, мантаваркамызды майлап 45 минутқа қоямыз. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.